Қызықты кітап қысқа болып көрінеді. Ал кітап керемет зат, егер оны дұрыс пайдалансаң. Оқу оғын, құралын, жағар бөлім шырағын, баса алмайсың ешқашан, онсыз алға бір адым. Көрдің талай аралап, мәуілі жеміс бақшасын, тәттілерін таңдап, жеміс қайта өнерме. Кітапта алма ағашы, жемісін біздер теретін, тәтті алмаға балашы, кітабының әр бетін. Кітап деген басындағы білімін, кітап пенен ақыл ой ілімін, кітап пенен дос болып жұртпандар, жерде жаза көтер қойып баспандар. Саған білім жемісін оқуын береді, талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Әріп теру ішінде талай адам терледі, баспахана ішінде айлап тыным көрмеді. Оқу оқтың башаға талай ғалым қолға алып, жылдар бойы қаншама жазады ұзақ толғанып. Дәптердің әр жолына шимай салып отырсың, кітапты алып қолыңа бірдеге деп оқисың, тауып алған жалғасап, жазып өтіп күзгенсің. Құдай сен әрқашан осы ынтаңды үзбесін. Сен адам заттың жақын досы, келмейді сені оқымай көңіл қошы. Ел мұңы өмір сыры, ақын жыры басылған таңба болып өзінде осы. Кітап үнсіз мұғалім. Кітап өмірдің ең алыс және қараңғы жолдарына жарық беретін шам. Денені кітап ойда тамақтандырады. Басары осы шын қаландырсам, тамсан әдәсен. Бала сабалған көк майсат. Жақсы, жалғастырайық. Қазір қоямын.